шөптен пайдалы ма? Әрине, Элдар, оның пайдасы өте көп. Ол дәрумендерге толы. Оны күнделікті асқа, салаттарға, тамақтарға пайдаланамыз. Балалар, ендеше ертең зерттеу жұмысын ас көпке жасап көрейік, жарай ма? Жақсы. Жарайсыңдар, балалар. Бүгін бізде ерекше күн. Ерекше табиғат қошында бізде табиғат нешеге бөлінеді? Екі. Атаулары қандай? Өлі табиғат, тірі табиғат. Жарайсың. Өлі табиғатқа нелер жатады? Жарайсың. Ал тірі табиғатқа нелер жатады? Жемістер, көкөністер, жарайсың. Балалар, ендеше тірі табиғатқа, өлі табиғатқа нелер жататынын барлығын айтып өттіңіздер. Есімізге түсірейікші, біз түскі асқа алдында қандай салат жеп еді? Жарайсыздар. Сол кезде местерде қандай болады деп еді? Аскөпті өсіреміз. Жарайсың. Аскөптің тұқымын егіп сендерге көрсетуге уәде бердім. Ендеше біз бүгін сол аскөптің тұқымын егіп көреміз, балалар. Дайынбыз ба? Ең бірінші бізде қауіпсіз сақтау үшін барлығымыз үстімізге ылғал өтпеу үшін бұл алжапқышты жеңдеріміз бөлінбеу үшін осындай үй жағдайында осылармен құнарландырылған арнайы шелек. Бұл шелектің асты көрінер балалар. Жүрін бұл өскен өсімдіктерге ал су сеуіп жібереміз ылғалдап. Қазір өздерің жасайтын боласыңдар да ас көптің тұқымын топырақпен жауып қайтадан тағы да үстіне су сеуіп істейміз, балалар. Сақтап қоямыз. Күннен көзі қыс мезгілінде болғасын біздер арнайы осындай шарықтарға қойып сақтайтын боламыз. Дайынбыз ба? Ендеше енді өздерің көріңдерші қане. Жасаймыз, балалар. Төкпей, шашпай. Өте жарайсыңдар. Тамаша жасла кішкене. Бұл ас көптің тұқымы, балалар. Күрегімізбен тұқымдарымызды ұзын оны күнде бақылап, қарап отырамыз. Ас көк қалай өсіп шыққанын енді ас көктерді өздеріңізге қарай белгі салайық. Жарайсыңдар, олай болды. Осы ас көктеріміздің өскенін бақылап отырамыз. Шөптер, көкөніс шөптер. Дәрумендер туралы кім тапқансыз? Айта қоямын. Ешқашан баланың күні өткен мен дәрумендер. Ой, жарайсың, енді тамаша. Бұл әрі бізге жеуге дайын үлкен болып өсуіміз керек. Әдемі, биік болып өсіпті. Балалар, міне ас көктеріміздің біздің енді салаттарға, тағамдарға қосуға дайын. Қараңдаршы балалар, мен сендерді оң нәтижесін көрсетті. Ас көктеріміз өсіп, мен сендерді жас зерттеуші төсбелгісімен тұр. Кәне, сенен бастаймыз. Жұмыстарың оң нәтиже. Сендерді арнайы өзін дайындаймын. Жарайсыздар, балалар. Ұнады ма сендерге? Жарайсыздар. Енді ас көктерімізді алып, аспазшыларға берейік. Біздің Элдар, қызыл сары түс кімеді бізде? Жамбыл. Келесі қалды? Жасұлан қалды. Жарайсыздар, ендеше барлығымыз ас көктерімізді апарып берейік.